Павлодар облысының әкімі Асайын Байханов өзінің Instagram парақшасында Екібасқа барған сапарында қаланың бірнеше мектебіне барып, ғимараттарды аралап, олардың жай-күйін қарап қайттым деп жазыпты. Соның ішінде нөмір 10 орта мектеп биыл 40 жылдығын атап өтсе, онда бүгінде 2 ауысымда 1500-ден астам бала білім алуда. Спортзал, актовый зал, содан кейін төбе мәселесі жыл сайын көтеріледі. Жаңағы поездаларыңызда сонда шатырдың жөндеу, актовый зал жөндеу. Екі жұмыс, ендігі жылы жоспарлауда. Жақсы. Аталмыш жұмыстарды келесі жылы орындау үшін қазіргі уақытта жобалы сметалық құжаттама дайындалуда. Бұл жобаларға облыстық бюджеттен қолдау көрсетілетін болады. Асайын Байханов сонымен бірге 1992 жылы салынған нөмір 23 мектепке де барған екен. Өткен жылыту маусымында жылудан қиындық көрген мектептегі жағдайды жақсарту үшін конвекторлық жылыту жүйесі орнатылған еді. Бүгінгі таңда мектеп ғимараттың терезе блоктары мен есіктерін жаңарту қажет. Әйнектерін, есіктерін әрине оны қолдаймыз, ауыстырамыз. Ары қарай өздеріңізде қандай жоспарларыңыз бар? Подушевое финансирование деген болады республикадан, сонымен жасаймыз. Биылғы отопительный системаны практически сонымен жасадық. Бұл жұмыстарға қажетті жобалық сметалық құжаттары дайын болғандықтан оған міндетті түрде қаражат бөлінеді деп жазыпты өңір басшысы. Екібастұз қаласында ескі терезелері мен есіктерін ауыстыруды қажет ететін барлығы 14 мектеп бар. Осы жұмыстардың құнын талдау мен есептеуді және 2 жыл ішінде кезең-кезеңмен жаңартуды жоспарлау тапсырған екен облыс басшысы. Қаламызда Асайын Қуандықұлы сонымен қатар бірнеше тұрғын үйге барып, олардың тұрғындарымен кездескен. Сәтпаев көшесі 8-ші үйінің 5-ші корпусының тұрғындарын қалалық жылу электр орталығының жылу беру маусымына дайындығы мәселелері толғандырған. Оларға қазір жағдайды түсіндіріп, іске асырылып жатқан іс-шаралар және жұмыстардың аяқталу мерзімі туралы есеп беріліпті. Жылу береміз ғой, айдың аяғында, сол кезде бірге беріледі. Көріп жатсыз ғой, бүкіл жерде ауқымды жұмыс жүріп жатыр. Екібастұздықтар аулада төселген асфальттың сапасына да шағымданып, және балаларын үйге жақын орналасқан мектепке әкелетін көліктердің қарқынды қозғалыс мәселесін шешуді сұраған. Екібастұз қаласының әкіміне сапасыз төселген асфальт мәселесімен айналысуды, мердігерді кемшіліктерді түзетуге міндеттеуді, сондай-ақ балаларды мектепке апару алгоритмін пысықтау туралы тапсырма берілген. Бұл ретте ол оқушылар үшін ыңғайлы әрі қауіпсіз, сондай-ақ жақын маңдағы үйлердің тұрғындарына қолайсыздық туғызбауы қажет екенін атап өтіпті Асайын Байханов.